Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін мен сабақта қолданып жүрген платформаларымның бірі WordWall туралы айтқым келіп отыр. Ол үшін мен ең алдымен Google, яғни Chromeға кіретін боламын. Онда поискқа, яғни WordWall деп жазамын. Және мұнда бізде ең бірінші шыққан батырмаға басамын. Бұл кезде сізде осындай терезе ашылады. Егер сізде ағылшынша ашылған болса, онда мышканың оң жағын басып, перевести на русском деп аударып алуыңызға болады. Менде қазір орысша ашылып тұр, енді ары қарай тіркеуді жасайтын боламын. Ол үшін мұнда сіз электронды поштаңызды жазатын боласыз және сәйкесінше пароліңізді. Менде енді Google аккаунтым тіркеліп тұрғандықтан осы арқылы кіремін. Мынау менің жасаған сабағым, сіздерге қазір қалай жасау керектігін түсіндіріп кететін боламын. Ең бірінші осы создать занятие батырмасын басасыз. Мұнда сізде түрлі терезелер ашылады. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын сабақта қолдануыңызға болады. Мынау бізде сәйкестендіру, жобаны табу және анаграмма деген сияқты. Мынау бізде колесо айналмалы. Өзіңізге керекті заттың барлығын мұнан таба аласыздар. Мен қазір сіздерге осы бірінші тұрған сәйкестендіруді түсіндіріп кетсем. Мұнда сіз ең бірінші атын жазып кетесіз. Мысалы, мен қазір жай сандарға байланысты тапсырмалар салатын боламын. Жай сандар. Одан кейін мұнда өзіңізде бар ресурсты қолдануыңызға болады. Мысалы, мен өзімде қазір дайын тұрған бір ресурсты сізге пайдаланып көрсетейін. Аламын, яғни сұрағы бір бағытқа және жауабын екінші жанына салатын боламын. Сәйкесінше осылай салып отырасыз. Бұл бізде максимум 5 сұраққа дейін салуымызға болады, себебі бұл бізде бесплатный түрі. Ал егер платный түрін қолданатын болсаңыз, одан да көп сұрақ жауап жасауыңызға болады. Түсіндіруге тек осы 3 сұрақты салатын боламын. Кейін орындаймыз, яғни сабақ бізде жасалды. Мінекей осы нәрсені біздер қазір сақтап қойып, кейін балаларға көрсетіп, қалай орындаймыз. Яғни осындай терезе ашылады және сәйкесінше жауабын табатын боласыздар. Мысалы, мұны бізде сәйкестендіре аламыз. Мұнда қоямыз жауабы. Мұнда және мұны мұнда қоямыз. Және жауабын тексеретін боламыз. Көріп тұрғандарыңызды бірден дұрыс жауапты көрсетті. Ойын аяқталды. Сіздің 3 сұрақтың 3-еуі де дұрыс және 22 секунд уақыт кеткеніңіз осылай шығып тұратын болады. Таңбалар әркім санатты қосу үшін. Өткен дұрыс. Келесі. Тез. Көріп тұрғандарыңыздай барлық жауаптар бізде